Жақсы, қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бұл тесталда 15-ші сұрақ Хартландқа жататын ел Маккиндер бойынша. Жалпы бұл бізде геосаясаттың тақырыбы. Геосаясатта бірнеше ғалымдардың бөліністері бар. Маккиндер, Коэн деген секілді. Осы сұрақ Маккиндер бойынша келіп тұр. Бірінші Маккиндер кім, сол туралы талқылап көрейік. Хелфорд Джон Маккиндер. Ол бізде жалпы ағылшын географы және геосаясатшы, Хартланд теориясының негізін қалаушы. Ол 1880 жылдан бастап Оксфорд университетінің Лондонда экономика саясаты мектебінің директоры болып тағайындалған, және оған дейін география сабақ берген. Жалпы енді бұл ақпараттың қатты бір ұбытта қажеті жоқ. Аса оның біздің ең негізгі сұрағы осы Хартланд теориясының негізіндегі мемлекеттерді бөлінісі. Мынандай бір түсінік айтқан, кім Хартландқа кетсе, сол бүкіл әлемді билейді деген. Міне бұл бізде осы Маккиндердің ұсынған теориясының картасы. Көріп тұрғандарыңыздай, Хартланд деген сөз ағылшын тіліне аударған кезде жердің жүрегі деген мағына береді. Жалпы оған Евразия континентін жатқызған. Көріп тұрғаныңыздай, осы бір дөңгелек сызықтың ішінде орналасқан бүкіл мемлекеттерді Хартландқа кіргізген. Ол қандай аймақтар? Ресей, Қазақстан, Орта Азия мемлекеттері деген секілді. Одан кейін бізде Хартландты ішкі жарты ай қоршап жатыр деген. Ол ішкі жарты ай мемлекеттеріне батыс Еуропаны кіргізген. Солтүстік Африка, Араб түбегі, Үндістан және де оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерін осы ішкі жарты ай мемлекеттер деп санаған. Және сыртқы жарты айға Американы, яғни Сахараның төменгі қарай Африканы, Австралияны, яғни мұхиттық аралдарды жатқызған екен. Сәйкесінше, міне көріп тұрғандарыңыздай, Хартланд мемлекеттерін қазір берілген сұрақ бойынша жауаптан іздеп көреміз. Көріп тұрғандарыңыздай, Жапония, Бразилия, ақш, Қазақстан, және осы жерде орналасқан жауап ретінде біз Қазақстан деген вариантты таңдаймыз. Себебі бізде Жапония ішкі жарты айға, Бразилия сыртқы жарты айға, ақш сыртқы жарты айға кіреді, ал Қазақстан бізде Хартландке тиесілі. Жақсы, ендеше сұрақтың жауабы өте оңай, және осы картаны міндетті түрде жаттап алуды кеңес беремін.